Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 34-ші сабақ сөйлемнің дары және күрделі мүшелері тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта сөйлемнің дары және күрделі мүшелерін ажыратуды, дереккөздерден ақпарат табуды үйренетін боламыз. 7-ші жаттығу: бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыра оқып, қарамен жазылған сөйлем мүшелеріне сұрақ қой. Не байқадың? Бірінші бағандағы сөйлемдер: Арнұр мұражайға келді. Кесенеде үлкен тайқазан бар. Тайқазанның салмағы 2 тонна. Ал енді екінші бағандағы сөйлемдерді оқимыз. Әли әкесімен отырарға келе жатыр. Кітапханада өте үлкен кітап бар. Тәуелсіздік ескерткішінің биіктігі 28 метр. Ал енді балалар, қарамен жазылған сөйлем мүшелеріне сұрақ қояйық. Не істеді? Келді. Қандай? Үлкен. Қанша? 2. Ал енді балалар, екінші бағандағы қарамен жазылған сөздерге сұрақ қояйық. Не істеп жатыр? Келе жатыр. Қандай? Өте үлкен. Қанша? 28. Яғни балалар, бірінші бағандағы қарамен жазылған сөйлем мүшелері бір ғана сөзден құралса, екінші бағандағы қарамен жазылған сөйлем мүшелері 2 сөзден құралып тұр, иә? Олай болса балалар, ережені мұқият тыңдап естеріңе сақтап алыңдар. Сөйлем мүшесі бір сөзден де, бірнеше сөзден де жасала береді. Жеке сөзден жасалған сөйлем мүшесін дара мүше деп атайды. Мысалы, Марал кесенеге келді. Кім? Марал. Қайда? Кесенеге. Не істеді? Келді. 2 не одан да көп сөзден жасалған сөйлем мүшесін күрделі мүше деп атайды. Мысалы, Марал кесенеге келе жатыр. Не істеді? Келе жатыр. Яғни 2 сөзден тұрады, иә? Бұл күрделі мүше деп аталады. 8-ші жаттығу: жаңылтпашты оқып жатқа жаз. Толағайдың торы ала аты бар. Толағай торы ала атыңды тағалатып ал. Күрделі мүшені тап, оның қай сөзбен байланысқан сызып көрсет. Күрделі мүшенің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Балалар, мұнда күрделі мүше торы ала. Қандай? Торы ала. Яғни бұл түсті білдіреді, 2 сөзден құралып тұр. Және де тағалатып ал. Не істеп ал? Тағалатып ал. Баяндаушта күрделі мүше болып тұр. Мінекей балалар, күрделі мүшені таптық. Ал енді қай сөзбен байланысқан сызып көрсетейік. Торы ала сөзі ат деген сөзбен байланысқан, иә? Қандай ат? Торы ала ат. Ал екіншісінде торы ала атыңды және атыңды тағалатып ал. Осы сөздер де бір-бірімен байланысып тұр. Ал енді күрделі мүшенің айтылуы мен жазылуын салыстырайық. Жазылуы торы ала, айтылуы торы ала. Яғни балалар, мұнда ы дыбысы түсіп қалады, иә, айтылуында. Екінші сөз тағалатып ал жазылуы, ал айтылуы тағалатып ал. Яғни мұнда п дыбысының орнына б дыбысы естіледі, иә? 9-ші жаттығу: мәтіннен күрделі мүшелерді тауып, неліктен күрделі мүше болатынын дәлелде. Әкең Мұхаммед Құсайын мырзаның өз дегеннен қайтпайтын мінезі бар. Бала күнінен ата-баба тарихын құлағына құйып өсті. Олардың жүріп өткен жолдарына дейін жатқа білетін. Аталарының іс-әрекеті ол үшін үлкен мәртебе. Солардың халқына еткен қызметін мақтаныш тұтатын. Аталарындай болу оның бала күннен бергі мақсаты еді. Мына заман оған мүмкіндік беріп пе? Мәулен есіне бірдеңе түскендей үнсіз қалды. Мұхаммед Қайдардың 2 көзі ұстазында. Ол үшін одан асқан данышпан жоқ тәрізді. Мәтін Шығыстың ұлылары кітабынан алынған. Балалар, мұнда асты сызылып тұрған сөздер күрделі мүше болып есептеледі. Себебі бірнеше сөзден құралып, бір сұраққа ғана жауап беріп, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр. Мысалы, бірінші сөйлемде әкең Мұхаммед Құсайын мырзаның өз дегенінен қайтпайтын мінезі бар. Кімнің мінезі бар? Әкең Мұхаммед Құсайын мырзаның. Яғни балалар, бұл жерде 4 сөз бір ғана сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарып, күрделі сөйлем мүшесі болып есептеледі. Ойыңды дәлелдеп үйрен. Бұл күрделі мүше, өйткені 2 сөзден құралған. Немесе бәрі бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқарады. Мінекей балалар, күрделі мүше екенін дәлелдеу үшін осы сөздерді қолданып үйренуіміз қажет.
Дереккөздерден Мұхаммед Хайдар Дулати туралы ақпарат ізде. Мұхаммед Хайдар Хұсайынұлы Дулати 17 ғасырда өмір сүрген көрнекті мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, әйгілі тарихшы, әдебиетші. Ол өмірін Орта Азия, Шығыс Түркістан, Тибет, Үндістан елдерінде өткізген. Мұхаммед Хайдар Дулати тарихшы және қаламгер ретінде екі шығармасымен зерттеуші ғалымдар арасында кеңінен танымал тұлға атанды. Бірі бұл кісінің сәулетті даңқын дүние жүзіне таратқан, оның парсы тілінде жазылған «Тарихи Рашиди» деген кітабы. Осы энциклопедиялық шығармада ұлттық тарихқа, мәдениетке қатысты түйінді ой-пікірлер, терең толғамдар, парасатты пайымдаулар мол. Мұхаммед Хайдар өз еңбегінде тек тарихты ғана жазып қоймаған, сонымен қатар адамзат құндылықтары, өмірдің мәні мен мағынасы туралы пәлсапалық ойларын түйіндеген. 10-шы жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Талабы жоқ бала білімнен құр қалады. Ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Мұғалім оған түсіндіре бастады. Сәуленің әкесі ұзын бойлы адам екен. Біздің мектепте 800 оқушы бар. Сөйлем мүшелеріне талда. Олардың қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт. Күрделі мүшелер қай сөз табынан жасалған? Ал енді балалар, берілген сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдайық. Талабы жоқ бала білімнен құр қалады. Не істейді? Құр қалады. Баяндауыш. Кім? Бала. Бастауыш. Қандай бала? Талабы жоқ бала. Анықтауыш. Неден құр қалады? Білімнен құр қалады. Бұл бізде толықтауыш болып тұр екен, балалар. Бұл жерде құр қалады деген сөз күрделі мүше. Бұл етістік сөз табынан болып келеді. Екінші сөйлем: ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Не істеді? Тарта жөнелді. Баяндауыш. Ол кім? Бастауыш. Кімнің? Құрманғазының. Анықтауыш. Нені тарта жөнелді? Айжан қызын тарта жөнелді. Бұл бізде толықтауыш екен, балалар. Мұнда күрделі мүше тарта жөнелді. Бұл да балалар етістік болып келеді, Үшінші сөйлем: мұғалім оған түсіндіре бастады. Не істеді? Түсіндіре бастады. Баяндауыш. Кім? Мұғалім. Бастауыш. Кімге? Оған. Толықтауыш. Балалар, бұл жерде күрделі мүше түсіндіре бастады. Бұл сөйлем мүшесі де етістік болып келеді. Төртінші сөйлем: Сәуленің әкесі ұзын бойлы адам екен. Мұнда адам екен баяндауыш қызметінде. Кім? Әкесі. Бастауыш. Қандай адам? Ұзын бойлы адам. Анықтауыш. Кімнің әкесі? Сәуленің әкесі. Бұл да анықтауыш, балалар. Бұл сөйлемде ұзын бойлы деген күрделі мүше сын есім сөз табынан келеді. Бесінші сөйлем: біздің мектепте 800 оқушы бар. Бұл жерде бар баяндауыштың қызметінде. Кім? Оқушы. Бастауыш. Неше оқушы? 800 оқушы. Анықтауыш. Қайда бар? Мектепте бар. Пысықтауыш. Кімнің мектебінде? Біздің мектепте. Анықтауыш. Бұл сөйлемде 800 деген күрделі мүше сан есім сөз табынан келеді. 11-ші жаттығу: суреттерге қарап сөйлемдердің күрделі мүшелерін тауып жаз. Бірінші сөйлем: жылқы бәйгеден озып келді. Бұл жерде күрделі мүше озып келді. Бұл баяндауыш қызметінде және етістік сөз табынан болып келеді. Екінші сөйлем: Байжан сурет салып отыр. Не істеді? Сурет салды. Бұл баяндауыш қызметінде және етістік сөз табынан болып келеді. Үшінші сөйлем: бақта алма ағашы көп. Не көп? Алма ағашы көп. Бұл бастауыш қызметінде және зат есім сөз табынан болып келеді. Төртінші: Айсұлтан мен Санжар шахмат үйірмесіне жазылды. Кім? Айсұлтан мен Санжар. Бұл да бастауыш қызметінде және зат есім сөз табынан болып келеді. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.